Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін осындай картошка фри в духовке рецептісін көрсетемін. Ол үшін алдымен картопты аршып, тазалап, жуып аламыз. Содан кейін ұзыннан осылай тураймыз. Жұқалап ұзыннан тураймыз. Осылай бәрін турап аламыз. Үстінен салқын су құямыз. Осылай салқын суға 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат немесе жарты сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өтті. Енді картопты осылай кептіреміз. Кептіріп алғаннан кейін ыдысқа салып, осы картошка фридің үстіне 2 ас қасық сары май құямыз. Араластырамыз жақсылап. Содан кейін тұз себеміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мұнда паприка да себуге болады. Кімде паприка бар, паприка қосуға болады. Бірақ менде паприка жоқ. Сол үшін мен тек сары маймен, сұйық май, тұзбен араластырып жатырмын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын барлығын орналастырамыз осылай жақсылап қағаздың үстіне. Содан кейін духовкеге салып пісіреміз. Піскенше пісіріп аламыз. Bir 40 минуттай, 40-45 минуттай пісіреміз.